Құрметті тыңдарман, Өмір-ай арнасының бүгінгі әңгімесін тыңдап қолдай отырыңыздар. Әңгіме соңында өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз оқырмандарым үшін маңызды. Ал біз әңгімені бастаймыз. Дүлей. Әңгіменің авторы Жеңіскүл Тұрсынбекова. Мен қарапайым кедей отбасында 1966 жылы өмірге екінші қыз болып келіппін. Үлкен ағам, жеңгем, апам және екі інім, екі сіңілім болды. Сонымен қатар үйімізде әкем, анам, әжем, әжемнің сіңілісі, бәріміз бірге тұратынбыз. Анам бейшара екі енесінің көңілінен шығам деп қартайды. Ауылдың сиыр фермасында сауыншы болып жұмыс жасады. Әкем сол фермада бақташы болды. Тым момын, тіл алғыш, оқымаған, сауаты жоқ адам еді. Үлкен ағам жүргізуші болып, колхоздың ескі көліктерін айдап, онысы қайта сынып, сонымен алысып жүретін. Бауырым да өте жуас адам, еңбекқор болғанымен, оның еңбегін бағаламай да кететін. Менен 5 жасқа үлкен апам мектеп бітіріп, медициналық училищеге түскен болатын. Сол жылы қыста жігіті апамды алып қашып кетіп, оқуы жайына қалған. Апайым ауданға жақын бір ауылда тұрды. Балалы болып, қарапайым қазақ әйеліне айналып, отынмен кіріп, күлмен шығып, өмірі өтіп жатты. Сүйемін деп алған жездем апамды қолына түсірген соң, өзіне күтуші, бала табушы, аспазшы қылып, еш құрмет көрсетпей, кейде мінез көрсетіп, анасының апа қарындасының сөздеріне еріп, сабап та тастайтын. Мен анда-санда барып, апамның бейшара кейпін көріп, ер адамдарға деген сенімімді жоғалтқанмын. Жеңге мектепте еден жуатын, 2 балалы болған. Біз 4 бөлмелі үйде, арыстандай мазасыз 2 әжем, әке шешем, аға жеңгем, 2 інім, 2 сіңілім, бауырымның 2 баласы, менімен қосып 13 адам тұрдық. Дастарханымыз асқа толып, майысып тойып, ас ішкен кезіміз болған емес. Киім-кешекті ауылдағы тұрмыстары жақсы отбасылары беретін. Ол ескі қысқарып қалған киімдер еді. Апам да сол киімдерді киіп бойжеткен. Алматыда оқитын балалары бар отбасы ерекше көрінетін. Анам сондай отбасынан киім әкелсе, біз қуана бөлісіп киетінбіз. Анам оқымаған, аласапыран заманда жетім қалған қыз екен. Жақын туысы жоқ болып, көрінгеннің үйінде күң болып жүріп, 15-ке толғанда әкем иесінен бір бұзау беріп алған екен. Әкемнің анама деген құрметі ерекше болды. Жақсы көрді, сыйлады. Әкем жуас болған соң үйдегі анасы мен әжеге қарсы келе алмай көндіккен. Әжелерім өте талапшыл, ашуланшақ, мінезді болды. Өте ырымшыл, намазға жығылған кісілер еді. Жаңа заманды оңайлықпен қабылдамай, өздерінің өтіп кеткен сол бір уақыттарын айта беретін еді. Бір кездегі байдың қыздары түсініксіз өр көкіректері бар болатын. Аласапыран заманда аман қалсын деп, жуас қойшы атамызға тұрмысқа беріп, әкелері айдауға кетіп жоқ болған екен. Әжемнің сіңлісі әжем тұрмысқа шыққанда кішірек болып, әкемнің анасы қызым деп жазғызып алған көрінеді. Ол әжей тұрмыста болып, бала сүйе алмаған соң, апасының қолына келіп қалып қойыпты. Отбасының тарихы осы. Мен мектепті 1983 жылы бітірдім. Ең кіші сіңілім 1 сыныпқа барған еді. Алматы қайдасың деп мен де орта біліммен жол тарттым. Мектепті нашар бітірдім. Оқуға қызығушылығым болмады. Тамақты тойып ішпегеннен қанас, яғни анемия болып, сабақ миыма кірмей тұратын. Сабақ демес, тамақты ойлап жүріп, мектепті де бітірдім. Алматыға емес, ауданға барсаңшы, деген анама.
Апам сияқты бірінші курс бітіртпей бір қойшы алып қашып кетер, мен бұл жабайы жерден аулақ кетемін деп өжеттік жасап кетіп қалдым. Мен басқа бауырларыма қарағанда етім тірі, екі әжемнің қызы болдым. Әжелерімді шомылдырып, шаштарын өріп, киімдерін жуып, төсектерін салып беріп, баталарын алатынмын. Әжейлер көңілдері түскенде зейнетақыларынан маған беретін. Мен сол ақшаларды жинап жүрдім. Қызым, Алматыға барам дейсің, мен жолыңа да ақша тауып бере алмаймын ғой, деген әкеме. Әке уайымдама, әжелердің берген ақшаларын жұмсамай жинадым жолыма. Бір ай Алматыда болғаныма, оқуға түспей қалсам, қайтып келеріме жетер, дедім. Әке маған риза болып, шын көңілімен батасын берген. Анам жүгіріп жүріп, екі көйлек тіктіріп берді. Екі әжем аяқ киім ал деп ақша берген. Ауданнан тәуір деген жаздық аяқ киім алып, жолға шықтым. Алматы әсем қала, аузыма қиып, оқу орнымды әрең тауып, құжат тапсырып, жатақханаға орналастым. Мен сияқты жан-жақтан келген ауыл жастары көп екен. Айгүл деген шымкенттік қызбен достасып, емтихан болғанша дайындық үстінде болдық. Мида түк жоқ. Мен бірінші емтиханнан құладым. Бода-бодам шығып жылап, барар жер таппай еңіреп, саяхат автобекетіне келдім. Ауылға барғым келмейді, қалада қала алмайым. Көзім жәутеңдеп, автобекеттегі сақтау орнына сөмкемді тапсырып, Алматыны араладым. Жетім бұрыш деген жер бар екен. Сол жерге барып жататын орын қарастырдым. Тым қымбат. Жұмыс орындар іздеп көрінген жарнамаға тесілдім. Көк базар маңында күні бойы тентіреп, кеш бата саяхатқа келіп қондым. Өзім сияқты екі қызды жолықтырдым. Бірі Лепсіден, екіншісі Жаркенттік екен. Үшеуміз бірімізге біріміз бауыр басып, бір апта Алматыдан жатар орынмен жұмыс іздеумен болдық. Ақыры үй таптық. Қуанып сол үйге үшеуміз келдік. Лепсілік қыздың есімі Оразхан. Жаркенттік қыз Гүлнар еді. Сол кезде жатақханада бірге болған шымкенттік Айгүл де оқуға түсе алмай бізге қосылған еді. Үй жартылай жер астына орналасқан, шағын терезесі бар. Терезеден тек адамдардың ары-бері жүрген аяқтарын көретінбіз. Үйдің иесі 40-тан жаңа асқан сұлу әйел, күйеуі бар екен. Қызы мектептің соңғы 10-шы сыныбында оқиды екен. Бізге жер астына түсетін бөлмені берді. Үстіндегі үй үлкен, әдемі, үй ауласы да әдемі, таза, бақшасы бар. Үлкен жаңғақ ағаш өсіп тұр. Жер астындағы бөлме екіге бөлінген шағын. Бір бөлмесі асқаны, екіншісі жатын бөлме. 4 төсек қойылған. Асханада газ қосылған, шағын үстел, 4 орындық, ыдыс-аяқ қоятын шкаф қана бар. Біз соған қатты қуанып мәз болдық. Жуынатын монша бар. Аптасына бір рет жағылатын айтты. Суды ауладағы су құбырынан колонка яғни алатынбыз. Дәретхана сыртқа орналасқан, жол бойы жүзім бұтақтарымен әдеміленіп, иіліп қоршалған. Жүзімдері салбырап пісіп тұр екен. Үлкен алмұрт ағашы да бар екен. Жемісінен ағаш иіліп тұр. Ашықтау жерде көк сақ бақшасы бар екен. Ол бақшада қызанақ, баклажан, бұрыш, картоп, сәбіз, 40 қабат, басқа да ұсақ түйек, көк сақ көп егіліпті. Бір ер адам соны қарап жүретін. Ол жас шамасымен 25 шамасындағы сұлу еркек. Бізге көңіл бөлмейді, өз шаруасын істеп жүреді. Біз төртеуміз бірге Алматы мақта-мата комбинатына жұмысқа бірге кіргенбіз. Қыс түскенше еш қиындықсыз ел қатарлы жұмысымызды жасап жүрдік. Қыстың қатты суығында біз жатқан бөлме сыз тартып, біраз ауырып, берекеміз қашты. Басқа пәтер іздеп едік, таппадық. Көктемде Лепсілік Оразхан
қатты ауырып ауруханаға түсті. Оның өкпесіне су толып кеткен екен. 3 ай Талғар қаласындағы құрт аурулар емханасында жатты. Біз уайымдап, пәтеріміздегі көрпе жастықтарды қайта-қайта кептіріп жүріп, сәуір айына да жеттік. Мамыр айында Жаркенттік Гүлнар басқа пәтерге көшіп кетті. Шымкенттік Айгүл білімге құмар, сұлу қыз. Ол бос уақытты болса кітапқа үңіліп, оқуға дайындалып жүретін. Мен қанша оқиын, дайындалайын деп талпынсам да, менің басыма түк кірмей қойды. Күзде тұрғаннан міне жазға да жетіп, пәтерімізге әбден үйрендік. Аулада жиі жүретін еркесі қожайынның ұлы екен. Ол науқас адам екен. Адамның бетіне қарамай, өзімен өзі сөйлеп жүре береді екен. Қара күштің иесі, жер қопарып, ауладағы ауыр жұмысты жеп-жеңіл атқарып жүргені. Сорайған ұзын бойы иіліп, бүкірейіп жүреді. Қасындағы қыздар оны дүлей деп айтатын. Олар үйде болса, сол кісіні әңгіме қылып, өзі жүрген алып күштің иесі дүлей ол, сөйлескенді білмейді. Қасында жарты сағат тұрдым, көз қырында салмады ғой. Менің ойымша жалаңаш өтсең де көрмейді. Дүлей емей кім енді, деп жиі сөз қылатын. Мен ол дүлейден сондай бір кемістік көрсем де, оны жамандыққа қимай, ол әлі жазылып, өз қатарына қосылар деп айтатымын. Айгүл оқуға түсіп, жатақханаға кетті. Оразхан емханадан соң біз тұрған пәтерде тұра алмайтын айтып, ол да кетті. Мен оқуға тапсырып көріп едім, түсе алмадым. Содан сүмірейіп, тағы да сол жұмысымда жұмыс жасап, сол пәтерде тұрып жаттым. Қожайынның ұлы маған ары-бері жүрсем, бақшасындағы гүлінен жұлып алып беретін болды. Алғаш бергенде таң қалып, не аларымды, не алмасымды білмей ойланып, көңілін қимай алғам. Ол күн ара гүл беруді жиілетіп кетті. Мен жұмыстан келсем, есігімнің алдында түрлі гүлдерді әдемілеп, газетке орап, есік тұтқасына іліп қоятын болды. Мен қожайын әйелге ұлының бұл әрекетін айтып, гүлдерді кесіп жүрген мен емес деп түсіндірдім. Апай ойланып, ұлының сыртынан қарап тұрып қалды. Жаздың соңғы айы болатын. Жанымдағы қыздар кетіп, пәтер ақысы жалғыз өзіме ауыр, шамам келмейтін болды. Оның үстіне жалғыз тұрған қорқынышты екен. Қожайынның баласы да өз қылықтарымен мазамдала бастады. Ол гүл бергенді қойып, енді жемістер әкелетін болды. Мен дәретханаға баруға қорқатынды шығардым. Сөйтіп, жұмысымдағы жатақханада орын босап, қуанышпен сол жаққа ауысатын болып, қожайынға жөнімді айтайын деп, есік алдында тосып отырдым. Заттарымды жинап, қорапқа салып та қойғанмын. Қожайын апай мен ағай қақпадан кіргенде, мен алдарынан шықтым. Екеуі маған сондай мейірімді көзбен сүйсіне қарап, қасыма келді. Сәлеметсіздер ме? Деді мен таңырқай. Меруерт, қызым, қалың жақсы ма? Деп қожайын мейірімді дауыспен жақындап келді. Рахмет аға, мен кілтті берейін деп күтіп отырмын, дедім. Ағайдың қабағы түсіп, әйеліне қарады. Әйелі иығымнан ұстап, не болды, сен кетесің бе? Деді. Иә, апай, завод жатақханасында орын табылды. Ол жерде тегін тұрамын, дедім. Қожайын әйелі қожайынға бір түрлі қарап, үнсіз тұрып қалды. Әйел сәл ойланып тұрды да, Меруерт, біз сенімен сөйлесейік деп едік. Бізге аз уақыт бөлесің бе? Деді жалынышты дауыспен. Жақсы, айтыңыздар, тыңдап тұрмын, дедім. Қожайын білегімнен ұстап, үлкен үйіне қарай жетектегендей ертті. Бір жыл осы үйде тұрсам да, үлкен үй босағасын бірінші рет аттадым. Төрлет қарағым, жоғары шық, деді қожайын. Өзі тез алдыға жүріп.
Келесі бөлменің есігін ашты. Үй енді керемет, жиһазға толы, жерде әдемі кілем, салбыраған люстралар, үлбіреген перделер. Мен бұндай баршылық пен байлықты көрмегенмін. Өзімнен өзім қысылдым. Апай мені құшақтап, қонақ бөлмесіне әкелді. Меруерт қызым, біз сені жақсы көріп кеттік. Ұлым Диас та жақсы көрді. Біз Диастың адамға қарап, жақсы көрген бірінші рет көрдік. Біздің үйде түрлі қыздар тұрды. Диастың бір қызға гүл сыйлау тұрмақ, бетіне қараған көрмеппіз. Меруерт қызым, сен кетуге асықпашы. Сен бізге пәтер ақысында төлемей-ақ қой. Сен мына бөлмелердің біріне тұршы. Кетпеші, деді қожайын. Әйел менің қолдарымды ұстап, Меруерт, өтінем, кетпеші, біздікінде тұра берші. Сен Диасыма бір әсер еттің. Біз дәрігерге бардық. Бұл өзгеріс жақсылық деді. Көріп жүрсің, балам науқас. Біз 23 жыл емдетіп жүрміз. Еш өзгеріс болмаған. Міне Диасым өзгеріп, сені күтетін болды. Саған арнап гүл үзеді, жеміс тереді. Ол не маған, не әкесіне, не қарындасына қарамайтын. Ал енді саған қарайды. Жұмыстан келгенді тосады. Қызым, сен бізге көмектесші, кетпеші. Тіпті жұмысқа да шықпа. Мен саған сол табысыңды берейін. Сен Диастың қасында болшы. Ол адам болып кетер, деп жылап жіберді. Мына екі кісінің не айтып жатқанын түсіне алмадым. Менің не қатысым бар? Неге мен деп отырмын? Қожайын фотоальбом шығарып, Диастың бала кезін көрсетіп, дені сау бала болған айтып түсіндірді. Сосын 4 жасында қатты суық тиіп ауырып, сол ауырғаннан арты осындай дүлей бала болып қалыпты. Талай жерге апарып емдетіпті, ем қонбапты. Диас не жыламайды, не сөйлемейді, күлмейтін болған екен. Тек бұлқан-талқан болып ашуланатын кезі болады екен. Айтқанды ұқпай, көнбей, біраз алысып басылады екен. Түк ұқпайтын нағыз дүлей болып қалыпты. Мен келгеннен соң Диаста өзгеріс пайда болыпты. Ол күлетін болыпты, дыбыс шығарып, өзі музыка қосып тыңдайтын болыпты. Неше жыл бұрын бір профессор, бала еңбекпен айналысу керек деген соң, Диасты бақпен айналысуына үйреткен екен. Диас бақша жұмысын қызға алып кетіпті. Диастың ата-анасының ойынша, ол менімен сөйлессе, араласса, оңалып тәуір болар деген үміт. Меруерт қызым, сен түсінші. Сен кетіп қалсаң, Диас ауырып қалуы ықтимал. Сен бізбен тұршы. Айлығынан 2 есе ақша төлейін. Тек кетпеші, деді қожайын. Мен ойланып отырып қалдым. Бұл кісілерге жаным ашыды. Меруерт қызым, сен ештеңеден тарлық көрмейсің. Біз сенің жағдайыңды жасаймыз, деді апай. Қожайын бетіме жалынышты түрмен қарап, Меруерт қызым, бізде сенен 1 жасқа кіші қызымыз бар екенін білесің. Біз саған жамандық жасамаймыз. Сен Диастың қасында жүргеніңді, жұмыста жүрмін деп есепте. Сенде демалатын күнмен демалатын уақыттарың болады. Тек кетпеші, қалшы. Қызымыз Аида да сені жақсы көреді екен. Сен қызыммен де дос болып кетесің, деді қожайын. Мен Аиданы көз алдыма елестеттім. Иә, ол менімен жылы амандасып, қал жағдайымды сұрап жүретін тәрбиелі қыз. Мен басымды изегенімді білмеде қалдым. Апай мәз болып, бетімнен сүйіп, ағай қолымнан ұстап, риза болды. Араға 1 сағат салып, үлкен үйдің 2-ші қабатынан кең жарық, іші жиһазға толы бөлме таңдап кірдім. Қызым, сен енді ас әзірлеме. Сен бізбен бірге астанасың, деп Диастың анасы ескертті. Қызық, осындайда болады екен-ау. Сонда мен не істеймін? Немен айналысамын? Деген оймен апайдың қасына келдім.
Апай, мен сонда не істейін? Диастың қасында жүрейін бе? Немен айналысайын? Дедім. Апай ойланып, бетіме қарап отырды да: мен білмеймін, сен не істегенді жақсы көресің? Деп ойлағандай болды. Жақсы көретін ісім жоқ. Мүмкін жұмысыма барып келіп жүрем. Ал бос уақытымды Диастың қасында өткізейін, дедім ойланып. Апай сәл ойланып, орнынан тұрып, ары-бері жүрді. Апай, үйде сенделіп жүргенім біртүрлі екен. Сосын Диас та мені неге жұмысына бармайды, неге үйде жүр деп ойлап. Апай, тез, Диас солай ойлай алады деп ойлайсың ба? Деп апайдың жанары жарқ етіп, бетіме қарады. Білмеймін ғой, солай ойлайтын сияқты, деп күмілжіп айттым. Олай болса, сен біраз жұмысыңа барып келіп жүр. Сенің үйде тұрып жатқаныңды ол қалай қабылдайтынын көрейік. Сосын ар жағын көре жатармыз, деді. Мен қуанып кеттім. Бұл күні кешкі кезегіме баруым керек еді. Соған тез жиналдым. Диас далада жүрген, қолында алмасы бар. Мен тұрған бөлме есігіне барды. Мен терезеден қарап тұрғам. Ақырын терезені тықылдаттым. Ол жоғары қарап, мені көріп, сәл ойланғандай болды. Мен қолымды бұлғап, үйге шақырдым. Диас ойлы көзбен ұзақ қарап тұрды да, теріс қарап, бақ ішіне кіріп кетті. Мен ас бөлмеге барсам, апай дастархан әзірлепті. Апай, Диас мені іздеп жүр. Терезеден көріп, бақшаға кетті, дедім. Сен дастарханға отыр, мен оны ертіп келейін деп апай тез сыртқа шығып кетті. 10 минуттай жоқ болып, Диасты ертіп кірді. Диас дастархан басында отырған мені көріп, көздері бақырайып, қолындағы алмасын ұсынды. Мен алып едім, алақан үйкелеп, ұялғандай болды. Мен осылай Диастың үйінде тұрып жаттым. Тамағым тоқ, басымда баспанам бар. Жұмысымнан да ақша алам. Ағайда айтқан ақшасының бір тиынын кем етпей ұстатты. Аға, сіз пәтер ақысымен азық-түлік ақшасын ұстап қалыңызшы, десем. Меруерт, қызым, жоқ, керек емес. Мына бір айда Диас бақытты, мен саған қарыздармын, деді. Апай болса, қызына не алса, маған да сондай бір зат алып, сыйға тартады. Мен бір шама ақшамды ауылға анама салып жібердім. 2 жұмыс жасап жатқанымды хатқа жаздым. Анам да риза болып, қалада жүрсің, бізге ақша салма, өзіңе жұмса, депті. Диас менің жанымнан шықпайды. Бөлмеме кіреді, ыңылдап дыбыс береді. Мен ол кіргенде оқымасам да, кітапқа үңіліп отырам. Ол жақындап келіп, конфет, болмаса печенье береді. Сосын шашымнан иіскеп біраз тұрады. Шыны керек, ол маған жақындағанда мен қорқам. Демді тартып, бұл тағы не істер екен деп те ойлаймын. Диасты сырттай көрген адам науқас екенін бірден байқайды. Ол қолдарын ербеңдетіп, басын ұстап, желкесін қыса береді. Бет әлпеті сұлу, қалың қасы қосылған ұзын, қап-қара мөлдір көзі өте әдемі. Кірпіктері қайқиған қалың ұзын, көзін ашса, қасына жетеді. Кең маңдайлы, қырланып келген сүйкімді мұрын, ерні де өте әдемі, ал қызылданып тұрады. Диас оң жағасындағы ернін тістей берген соң, сол жері қызарып, қабыршықтанып тұрады. Шашы толқынды қап-қара. Шаш алу үлкен күш болған соң, шашы өсіп, желкесіне түсіп тұрады. Бірақ сол өсіп кеткен шашы да бір сұлулық беретіндей. Ірі денелі бойшаң жігіт. Бүкірейіп, бойын жазбай, кеудесін көтермей, басын жерге салбыратып жүретін адам. Менің бөлмеме кіргенде аздап бойын тіктейді, денесін тік ұстаса қандай сымбатты. Мен Диастың үйінде қысты өткердім. Жаңа жылда бірге қарсы алдық. Ол мәз болып, дастархан басында маған шырын құйып беріп,
астан салып беріп, ата-анасына, қарындасына да күлімдеп қарап, оларды құшақтап, мына тойлатып отырған мерекеге деген құрметі мен қуанышын жеткізгенде болды. Үй иелері маған дән риза. Диас қолымнан ұстап қоятынды шығарды. Ол қолымнан ұстаса, менің денем дір етіп, қорқып та қалам. Көктем шыққанда Диас менің бөлмемнен тіпті шықпайтын болды. Бұрын ақырын иіскейтін шашымды енді иығымнан ұстап, шашымды сипалап құшақтайтын болды. Мен түрлі ойларға кетіп, мына үйден қашқым келді. Диастың анасымен сөйлесуім керек деп шештім. Апай, Диас мені құшақтайтынды шығарды. Мен одан қорқамын. Ол сіздер жоқта мені зорлап тастаса, не істеймін? Апай, мен кетем. Мен бұл үйде қалуға қорқамын, дедім. Апай зәресі ұшып, менің қолымнан мықтап ұстап тұрып, Меруерт, сен қорықпа, ол саған жамандық жасамайды. Мен ертең оны дәрігерге апарамын. Осы болып жатқан жағдайды айтам. Егер дәрігер қызды жолатпаңдар, гормоны оянды десе, сені жіберемін, ұстамаймын. Ал егер ол адамға жақындасу әдісі осылай жақсы болады десе, сен көмектесші, өтінем. Меруерт, жаным, алтыным, ол сені жақсы көреді. Ол саған жамандық жасамайды. Мен сені жалғыз қалдырмауға тырысамын деп, жалынып, жылап та жіберді. Жарайды апай, сіз дәрігерден сұраңызшы, анықтаңыз, дедім. Ертесі олар дәрігерге көрінуге кеткенде, мен жұмысыма кеттім. Жан адамға тіс жармай көп ойланамын. Не істейм? Кетіп қалсам ағай мен апайға обал. Кетпейін десем, Диас маған бір түрлі көзбен қарайды. Содан қорқам. Ақша тауып жүргенім де жақсы. Сол үйде тұрған маған ұнайды. Диас, сен не қалап жүрсің? Мен дұрыс жасап жүрмін бе өзі? Ақыры не болар екен деп ойға батам. Ертесі жексенбі күн еді. Кезегімнен шығып, ой шармауында үйге келдім. Ағай да, апай да үйде екен. Аида мен келгенде бір жаққа кетті. Диас менің келгеніме қуанып, жылдам қасыма келіп, құшақтап, шашымнан иіскеп, сөмкемді алды. Ағай мен апай қарап тұр. Диас мені ертіп, қонақ бөлмесіне әкелді де, алақанына үйкеліп, қуанып біраз тұрды да, тез далаға шығып кетті. Ағай мен апай қасыма келіп отырып, қысылып ұялғандай болды. Ағай бірдеңе айтқысы келіп, басын көтереді де, көзіме қарап, үндемей қалады. Апай жерге қарап, менің қолымды ұстап, терең күрсініп алды. Меруерт, дәрігер Диасқа үйлену керек екен айтты, деді. Менің қолымды сипалап. Мен қолымды тартып алдым. Ағай маған ойлы көзбен қарап, Меруерт, ол сені сүйеді, деді. Мен орнымнан ұшып тұрып, жоқ, мен кетем, деп баж ете қалдым. Апай менің иығымнан ұстап, қайта диванға отырғызды. Бізді тыңдаш, сосын кетем десең ұстамаймыз, деді. Мен сөз таба алмай, тек басымды тік ұстап, айт, дедім. Менің ұлыма жар болу оңай нәрсе емес екенін біз түсінеміз. Меруерт қызым, мен саған қызымдай қараймын деп уәде бергем. Жағдай өзгерді. Диасқа әйел керек. Табиғи жаратылыс. Басқа қыз қырқын емес, өзі сүйген адам керек. Ол адамы сенсің. Түсінемін, сен көрікті жас қызсың. Басқа дені сау адаммен тағдырыңды қосқың келеді. Көп сөйлеп қайтем. Сен Диасқа тисең, мына байлық, мына үй сенікі. Сенің ата-анаңа дәл осындай үйде салып, ішін жиһазға толтырып берем. Бауырларыңа көмектесемін. Әке-шешеңе не керек, бәрін жасаймын. Тек сен Диасқа қатын бол. Жұмысқа шықсаң шық, шықпасаң үйде отыр. Мен жағдайыңды өле-өлгенше жасаймын. Өліп қалсам, сендер қысылмай өмір сүретін әрекет жасап кетем.
Менің барымда, байлығымда осы Диас. Диасым үшін ештеңе аямаймын. Қызым Аиданың жөні бөлек. Мен қызымның болашағын реттеп қойғанмын. Оған уайымдамайым. Менің бар уайымым Диас деп, ағай асығыс сөйлеп тоқтады. Мен жынды болып қалғандай болдым. Меруерт қызым, біз ата-анаңа саған құда түсіп барайық. Бар жағдайларында жасайық. Тек сен қалшы, деді апай. Әкеңнің астына көлік мінгізіп, қорасын малға толтырып берейін. Сен не істе дейсің? Бәрін жасаймын. Диастың жары болшы, деді ағай. Аспан айналып жерге түсті. Мен өз болашағымды туыстарымның жағдайына айырбастағалы отырмын. Мен махаббатсыз дүлей Диасқа әйел болмақпын. Мен Диасқа әйел болсам, ата-ана бауырларымды кедейліктен құтқарамын. Не істесем екен? Ағай сөзінде тұрмай қойса, не істеймін? Кіммен ақылдасам? Кімге айтсам екен деп, басым салбырап, жылап отырмын. Меруерт қызым, мен айтқан сөзімде тұрам. Сені қызымдай мәпелеп өтемін деп, ағай ойымды оқып қойғандай айтты. Мен екеуіне кезек-кезек қарап, сіздер сосын өмір бойы сен бізге туыстарыңды кедейліктен құтқарам деп, көнгенсің деп, бетіме басып өтесіңдер ғой, дедім. Жоқ, керісінше, мен сенің туыстарыңмен саған басымды иіп өтем. Сен жас өміріңді қор қылып, бағыңды байлап қойып, бізге көмектестің ғой. Бұл ерлік қой. Қызым, сен Диас үшін көніп отырған жоқсың. Көнсең туыстарың үшін көнетініңді біліп, әдейі осы ұсынысты айттым. Міне ант етем мен. Не мына әйелім, қызым Аида саған еш уақытта ол жағдайды айтып, бетіңе баспайды. Диасым айығып кетсе, сені алақанына салып өтеді, деді ағай. Жазылмаса да, ол бұрынғысынан өзгерді. Бізге қарайтын болды. Сен кетіп қалсаң, ол тіптен ауырады. Мені ойланыңызшы, деп өз бөлмеме көтерілдім. Не істеймін? Не істесем екен? Мен бөлмеме көтеріліп, ұзақ ойландым. Мектепті аяқтағаныма 2 жыл болды. 2 жыл қатарынан оқуға түсе алмадым. Биыл тапсырсам да түсе алмайтыным анық. Себебі білімім таяз. Алдағы өмірде неге жетем? Алматылық жігіттер маған қарамайды. Менің арманым алматылық болу. Қалалық болып қана қоймай, отбасыма көмектескім келген. Диас сол армандарымның орындалар жолы ма? Бейшара отбасым жақсы жермен құда болып, бастарын көтере ме? Не істесем екен? Келіссем бе? Жоқ, келіспей мына үйден безіп кетейін бе? Алдымен келісім шарт жасап, сосын келіссем көнер ме екен? Меруерт, сен не, кино көп көргенсің бе? Қайдағы келісім шарт? Ой Аллам, не істейм енді? Кіммен ақылдассам екен? Құрбыларым да жоқ. Мына үй, байлық менікі болады, деді. Әкеме көлік мінгізіп, үй салып берем деді, деп ойланып кеттім. Бейшара анамның кең үйде шалқып жүргенін, әкемнің көлікпен зымырап бара жатқанын, бауыр інілерім, 2 сіңілім, жеке-жеке бөлмелері болып бақытқа бөленгенін, 2 әжемнің бақыттан бастар айналып, ақ баталарын бергені құлағыма келгендей болды. Меруерт, қызым, бері шығып кетесің бе? Деген апайдың дауысынан селк ете қалдым. Шықсам, апай ойлы көзбен маған қарап, төменге түсесің бе? Деді. Екеуміз қатар төмен түстік. Қонақ бөлмеде костюм шалбар, ақ жейде, галстук таққан ер азамат отыр. Қолында папкасы бар. Мен кіргенде ойлы көзбен қабағын түйе қарады. Ағай қасында отыр екен. Ол кісі де мен кіргенде орнынан тұрып, күлімдеп жоғары шығуымды өтінді.
Мен отырғанымда бөлмеге Аида мен апай да кіріп отырды. Меруерт, қызым, мына кісі нотариус. Мынау мендегі бар үйлерімнің құжаттары. Мен әйелімнің көзінше нем бар, саған және қызыма тең бөліп жазам. Растаймын. Тек сен ұлыма тұрмысқа шығып, бірге өмір сүрем десең болды, деді. Мен түс көріп отырғандай болдым. Ағайға қарап отырып жауап бере алмадым. Қызым, сен өз құжатыңды әкел. Мына кісі менің мұрагерім, екеуің екеніңе көзіңді жеткізіп растасын деп, ағай жоғары жаққа қарады. Апай маған қарап, өз құжатыңды барып әкеле ғой, деді. Осы сөздерді естіп отырып, менің өн бойым ысып, намыстан өртеніп жылап жібердім. Өзімді тоқтата алмай егіліп жыладым. Бұлай мен алғаш жылауым. Содан кейін мен дәл осылай егіліп жыламаппын. Жылап алдым да ағайға қарап. Маған сіздің дүниеңіз де, үйіңіз де керек емес. Сіз ата-анама үлкен үй салып берсеңіз болды. Сіз менің отбасыма көмектесем дегенсіз. Сол көмегіңізді жасасаңыз болды, дедім, басымды тік ұстап. Отырғандар маған таңырқай қарады. Сіздер ата-анама мені алып қаштық, келін қылып түсірдік деп барасыздар. Менің қалың малым ретінде біраз қомақты ақшамен сапалы жақсы киім апарасыздар. Сосын араға жыл салмай әкемнің үйінің шатыры жабылатын болсын. Сіз соған келісем деп шарт жазасыз ба? Келісім жазасыз ба? Нотариуспен растап қолхат беріңіз. Мен бұл нотариусқа сенбеймін. Сол құжатты растайтын басқа нотариусқа өзім ертіп барамын деп едім. Нотариус мырс етті. Не күлкілі, дедім бетіне қарап. Ол көздерін ары-бері жүгіртіп, жыпылықтатып, ыңғайсызданғандай болды. Диас науқас, ол өздерінен айығама жоқ па белгісіз. Оның құлантаза жазылып, адам қатарына қосылып кетеріне ешкім кепілдік бере алмайды. Ал ата-анасына ұлдарының қалған өмірде оны күтетін, жанында болатын адам керек. Олар мені таңдады. Әлде Диас таңдады ма, білмеймін. Осындай ұсыныс айтылды. Бұл ұсынысты мына кісілер бекер айтып отырған жоқ. Сізді бекерге шақырып отырған жоқ. Мен жағдайды түсіне отырып, келісіп отырмын. Мүмкін мен жас болған соң ақымақ шығармын. Сіздер менің сеніміме кіру үшін бар мүмкіндікті жасап отырсыздар. Мен түсіндім, сендім. Сонымен қатар өз жағдайымды жасамасам да, ата-анама жағдай жасағым келеді. Мен өте кедей отбасының қызымын. Оны мына кісілер біледі. Отбасым сол кедейліктен құтылсыншы деп, мен жас өмірімді Диасқа арнағалы отырмын. Ал әкей, сіз мұрагерлік жазғыңыз келсе, ұлыңызға жазыңыз. Ол өз туған ұлыңыз. Байқаңыз, қызыңызбен тең жазам деп, болашақта күйеу бала иеленіп кетпесін. Түрлі адамдар бар ғой. Күйеу балаңызда қандай ой боларын кім білсін. Науқас балаңызбен мен жер сипап қалмайын. Менің ойымша, қызыңызға жеке пәтер алып, атына жазып қойсаңыз да жеткілікті. Қызыңыз онсыз да тікелей мұрагер. Алда-жалда сізге бірдеңе болса, осы әйеліңіз, ұлыңыз, қызыңыз тең бөлмей ме? Мен керегімді әке-шешеме үй ретінде аламын да, сосын мұрагерлікке еш дәмеленбей өмір сүрем. Келін ретінде қызметімді жасаймын. Осы сөзімді дұрыс айтып отырмын ғой, ә? Деп нотариуске қарадым. Ол қабағын көтеріп, басын изегендей болды. Мен тез өз бөлмеме көтерілдім. Өзімнің басқа адам болып қалғанымды сездім. Ертесі уәде бойынша қала ішіне барып, ағай маған қолхатты заңмен растап, қолыма ұстатты. Апаймен бірге дүкен араладық. Үйдегі бүкіл бауырларыма, әке-шешеме, екі әжеме тәуір киімдер сатып алдық. Оның үстіне қосымша арзандау 10 адамға кигізер кит алдық.
үйге келіп реттеп, мен анама хат жаздым. Анашым, мені кешір. Мен өз еркімен бағымды таптым. Құдаларыңыз өте жақсы адам. Өздеріңе арнайы алған киімді өздерің киіңдер. Таратып тастамаңдар. Туыстарға беретін бөлек киімдерді кит ретінде берерсіз. Мен сіздерге арнап алған киімдерге аттарыңды жазып қойдым. Өздерің киіңдер. Ақшаны үйге жұмсаңдар. Шашылмаңдар. Маған жасаймын деп қиналма. Артымнан қуғыншы жібермеңдер. Уақыты келгенде сендерді қонақ қылып күтіп алам. Мен бір күні сіздерді көруге келем. Сол кезде әңгімелесерміз. Анашым, жылама, ренжіме. Бетіңнен сүйдім деп жаздым. Ата-енем мекен-жайымды алып, қастарына ең жақын туысын ертіп кетті. 2 тәуліктен соң келетін болған соң, мен Диас қандай әрекетке баратын білмей, қасыма Аиданы алып жаттым. Ата-енем қуанышпен оралды. Біз ешқандай дайындықсыз отыр едік. Демде дастархан жайылып, қонақтар келіп, құттықтаулар айтылып кетті. Мен болсам, ары қарай не болар екен деп қорқуда болдым. Қонақтар кеткен соң, ата-енем мені орталарына алып, қызым, әке-шешең де, әжелерің де дән риза болды. Саған сәлем айтты. Көктемде үй салу жұмысы басталады. 2 аптадан соң үйлену той жасаймыз. Сол кезде туыстарың келет деді. Мен туыстарының келетінен қатты қорқып, есім шықты. Неге той тез болады? Деппін. Енді қызым, дос бар, ағайын туыс бар. Бізде ұлымыздың тойын көргіміз келет, деді енем көзіне жас алып. Менің мысым құрып, сөз айта алмай, басымды изедім. 2 апта өз бөлмемде жаттым. Диас бөлмеме еркін кіреді. Шашымнан сипалап, ұзақ құшақтап тұрады. Үнсіз тербеледі. Тамақ ішкенде қасыма отыратын болды. Ата-енем той қауыммен шапқылап жүр. Ертең той деген күні үйде де дайындық қатты болды. Аулаға шарлар ілініп, маған ең әдемі бірнеше көйлек сатып алды. Үйге аспаздар келіп, түрлі ас әзірленді. Кешке атам Диасты қасына шақырып, балам, сені құттықтаймын. Ертең сен үйленесің. Меруерт саған жар болады. Сен оны құрметте. Ертең үйлену тойың болып, ол сенің заңды әйелің болады. Тойда сен сабырлы жүр. Біз үлкен мейрамханаға барамыз. Адам көп болады. Сол жерде басың ауырса, маған айт. Мен сені үйге әкелем. Жарай ма? Деді. Диас саусағын тырналай отырып, басын изеді. Көздері жанып, қуанып отырды. Менің ұлым ақылды. Ертең ел-жұрттың көзінше жаман қылық көрсетпейді. Ол жақсы бала. Сосын Меруертті ұятқа қалдырмайды, деді енем де Диастың басынан сипап. Диас анасын құшақтап, ризашылығын білдірді. Диас қуаныштан секіріп, сыртқа кеткенде, атам маған қарап, сен уайымдама, бәрі бақылауда болады. Диастың кезекті ұстамасы ұстар болса, дереу үйге келесіңдер. Екпе салынады, деді атам салмақты дауыспен. Қызым, сосын ертеңнен бастап Диаспен бір бөлмеде жатасың, деді енем де салмақты дауыспен. Мен амалсыздан басымды изедім. Қорыққанның әкесі енді болды. Диас мені қалай қабылдайды? Ол қатынасқа қалай барады? Ары қарай өмірім не болады? Мен не бүлдірдім? Атам әкеме үй салып бермей қойса не болады? Дүлей Диас ары қарай жақсы болмай, жаман болса не істеймін? Деген түрлі сұрақтармен таң атырдым. Таңнан келушілер көп болғанмен, Диас үйде болмады. Мен өз бөлмемнен шықпадым. Түс ауа менің туыстарынан әжем, әкем, анам, үлкен ағам, жеңгем ғана келіпті.
Керемет дастарханмен оларды құрметтеп қарсы алып, Диастың туыстары аяқтарынан тік тұрды. Бір кезде атамның інісінің әйелі мен енемнің інісінің әйелі мені әдемі киіндіріп, екінші қабаттан ертіп түсті. Бұл кісілер жеңгелері болып саналатынын кейін түсіндім. Анам мені көріп жылап жіберді. Әкем ойлы көзбен қарап тұр. Әжем жақындап келіп, маңдайымнан сүйіп, «Бағың жансын, қарағым» деген сөзді өксік тығыла айтты. Мен туыстарымның киген киімдеріне қарасам, өзім алып берген жаңа киімдер екен. Бейшараларда одан басқа бір киер киімдері де жоқ екенін біліп, мен де жыладым. Диас біраз уақыттан кейін есіктен кірді. Ол өте әдемі киінген, шашын алыпты, жүзінен нұр шашып, көздері күлімдеп тұр. Әжем оның да маңдайынан сүйіп, «Бақытты болыңдар» деді. Әкем мен ағам қолдарын созып амандасқанда, Диас тез қолын созып, қолды жібермей ұстап, төмен қарап тұрып қалды. Сол кезде әкесі ақырын қолынан тартып, босатуын өтінгенде, тез жіберіп күлді. Әкем де, ағам да Диасқа ойланып қарап қалды. Диастың қандай әрекетке баратынын мен әлі таниды, біле де қоймағам, қорқып тұрдым. Диас тез сыртқа шығып кетті. Мен бөлмеме көтерілдім. 1 сағаттан соң бәрі мейрамханаға кетті. Енем кетер алдында бөлмеме кіріп, той көйлегіңді кигізіп, бетіңді шашыңды әрлейтін шеберлер келеді. Сосын сендерге арнайы көлік келіп, тойға келеді. Қызым, тойда қысылмай, Диасымды қолтықтап жүрші. Сендер тойда көп отыра алмайсыңдар. Диасқа кету керек болады, деді. Мен тағы тек басымды изедім. Құрметті оқырмандарым, бұл әңгіменің жалғасын келесі бөлімдерден міндетті түрде тыңдай аласыздар. Келесі бөлімдерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.